Фикih ғылымы туралы айтып өтіңіз деген екен. Қысқа түрде айтып өтейін. Қарапайым, түсінікті, жалпы халыққа түсінікті тілде ислам қағида заңдарын оқытып, үйрететін, терең түсінік беретін білім беру саласын фиких деп атайды. Фиких ғылымы 4 бірлік қосындысынан, Құран кәрімнен, хадис шәрифтерден, ижма үммет ғалымдарының ауызбірлігімен айтылатын шешімнен және қиястан тұрады. Мұждахидтер осы 4 негізден үкім заңдарын шығарған кезде мазхабтарға бөлінген. Фиких ғылымның осы 4 негізі мұсылмандарға рұқсат етілген және тыйым салынған мәселелерден сабақ береді, үлгі жол көрсетеді. Енді мен бұл жерде терминдерді қарапайым тілде жалпылама халыққа түсінікті айтып жатырмын. Әл-фиких мұсылмандық тәртіп және мұсылмандық әлеуметтік құқық жолдарын оқытты. Енді алғашында Құран мен сүнна қағидаларынан құралған оның түрлі тармақты мектептері болды. Мысалы, ирактық, мәдениялық деген сияқты. Ал фиких негізінен бірінші Алла алдындағы мұсылмандық парыз қағидаларын, екінші адамдар, ұлт, ұлыс, діндер, аралық қарым-қатынас, ереже қағидаларын үйретті. Ал бүгінгі күнде әл-фиких ғылымының 4 бөлімге бөлінген жүйесі бар. Оны мұсылман елдерінде мемлекеттік заң ретінде қолданыстағы әл-фикихтің жалпылама нобай деп ұққан жөн болады. Себебі әл-фикихті әрбір ел өздерінің салт дәстүріне лайықтап өзгертулер енгізген. Бірінші бөлім: намаз, ораза, зекет, қажылық, жихад. Екінші бөлім: мұнакахат, әлеуметтік тұрмыс салт бөлімі, үйлену, ажырасу, напақа сияқты біршама салаларды қамтиды. Үшінші бөлім: муамалат, кәсіп, күнкөріс туралы, сауда-саттық, жалдау, серіктестік, өсім, мирас сияқты бөлімдерден тұрады. Төртінші бөлім: ұқубат. Бөлімде қылмыскерлерді шариғат бойынша 6 топқа бөліп жаза шығарады. Адам өлтіру, ішімдік ішу, ұрлық жасау, зинақорлық, бейкүнә әйелге нақақ жала жабу, діннен шығу. Жалпылама айтқанда осы әл-фиких дәрет алу, намаз оқу, жаназа шығару, зекет беру, ораза ұстау, қажыға бару, сауда-саттық шарттары, мүлік бөлісу және иелену, уақыфтар, мұрагерлік, неке тұрмысы, айып төлеу түрлері, мұсылман мемлекеттерінің мұсылман емес басқа мемлекеттермен ара қатынасы, сот билігі, киім-киіс, ас су ішу тағы басқа тараулардан тұрады. Жалпылама әл-фиких ғылымын әрбір мемлекет өзінің дәстүріне сай дамытып, мұжтахид ғалымдардың көрсетуіменен өзгерістер енгізеді. Қысқасы осы әл-фиких ғылымы туралы айтып өттім. Жаңағы фиких деген сөздің өзі шариғат заңы. Ислам ілімінің өзі 3 негізі бар ғой. Ақида, насихаттық, таным пікір идеологиясын үйрететін болса, фиких шариғат заңын үйретеді, ақлақ, көркем мінез, құлық психологиясын қалыптастыруды үйретеді. Бұл 3 ғылымда арнаулы пән ретінде мұсылман елдерінде оқытылады. Демек, фиких ғылымында әрбір ел өздерінің салт дәстүріне лайықтап өзгертулер енгізе алатынын айтып отырмыз бұл жерде. Біздің елімізде де өзі дәстүрлі, өзіміздің дәстүрімізге лайықтап өзгертілген жаңағы бөлімдер бар осы фиких ғылымында. Енді исламдағы білім иесі кім деп сұрақ қойған екен. Жалпылама ислам ілімінде шексіз құдіретті білім иесі Алла тағала. Ол өзінің ілім нәрінің белгілі бір дәрежесін ғана Мұхаммед саллаллаху алейхи берді деп айтылады біздің дінімізде. Пенделер арасына Құран кәрімдегі айқын көріністі сүрелерді, аяттарды, осы сүре аяттары арқылы имандылықтың насихатшы, елшісі етті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды. Ал Мұхаммед пайғамбарымыздың 4 зерек шәкірті болған. Жаңағы 4 шәріп делінеді. Шәріп деген кім деген сұраққа жауап беретін болсақ, 4 шәріп есімдеріне тоқталатын болсақ, Әбу Бәкір радиаллаху,
Омар радиаллаху, Оспан радиаллаху және Хазірет Али радиаллаху. Ислам діні кітаптарында осы 4 кісі, 4 шәрифті пайғамбардың 4 үздік зерек шәкірттері деп атап көрсетеді. Яғни 4 шәрифті зерделеп оқығанда Әбу Бәкір Сыдық нәпсісін тыйған аса тақуа әулие, Омар әділ сот, Оспан әсем әуезді дауысты білімпаз, Әли батыр ер, төртеуі де керемет иелер екендігін байқаймыз. Жаңағы бұл 4 шәкірті туралы Қожа Ахмет Яссауи бабамыз әулие бабамыз бұл осы 4 шәріпке 4 хикмет арнаған. Осылай жалпылама ислам әлемінде мына білімге, ілімге терең мән береді, ілімді бол деп уағыздайды. Білім иесі тек Алла Тағала. Біз Алла Тағаланың сол шексіз ілімдерін, білімдерін үйренуіміз және игеруіміз және оны өмірде қолдануымыз керек екендігін нақтылап айтып отырады. Осы ислам ғұламаларының барлық жаңағы көптеген осы ислам ғұламаларының уағыздарында. Ал жалпылама барлық жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху ассаламдың сахабалары да осы білімді, ілімді үйреткен, Құран ілімін жаттаған және оны өзінің ізгі ұрпақтарға жетуіне ықпал еткен адамдар. Ал сахабалар болса осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның шәкірттері және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан барлық Құран ілімдерін үйренген, пайғамбарымыздың жаңағы сүннеттерін берік ұстанған жандар. Бұл сахабалардың көпшілігі. Сахабаларда жаңағы Талха ибн Убайдулла, Зубайр ибн Ауам, Сад ибн Әби Вахас, Саид ибн Заид, Абдурахман ибн Ауф және Әбу Убайда Әмір ибн Жаррах атты 10 жаңағы сахабаларда болған. Бұл жерде тағы бір айта кететін маңызды нәрсе, дін мен дәстүрді шатастырып жүретін кісілер бар. Дін мен дәстүрді ажырата білу керек. Атамыз қазақ қабылдаған мұсылмандықтың ақ жолын бұрмалап, дәстүрді жоққа шығарып жаңағы кететұғын жандар да бар. Немесе Алланың ақ жолы, дінді жоққа шығарып, Мұхаммед пайғамбарымызды жоққа шығаратұғын, Құран кәрімді жоққа шығаратұғын жандар да бар арамызда. Сондықтан дін дегенне, дәстүр дегенне, оны әрбір мұсылман адам, әрбір жаңағы қазақ азаматы, қазақ азаматшасы осы дін дегенне, дәстүр дегенне, тіл дегенне, ұлт дегенне, соның аражігін ажырата біліп, және олардың арасында қандай байланыс бар, олар қалай бірін-бірі толықтырады, қалай ұлт болып, мемлекет болып біз дұрыс жолды таңдай аламыз, дұрыс жаңағы бағытта өмір сүреміз, зайырлы мемлекет ретінде қандай қоғам құра аламыз, қалай біз дінді уағыздай аламыз, тілімізде сөйлей аламыз, ана тілімізде, өзіміздің дәстүрімізді сақтай аламыз деген мәселені әрбір адам өзі ойланып, толғанып, дұрыс көзқарасты қалыптастырып, дұрыс бағытта жаңағы қорытынды жасау керек деп ойлаймын. Ол үшін біздің мемлекетімізде, біздің қоғамымызда барлық мүмкіндіктер жаратылған.